Amin. Allah bak versin, kızımın yolu her yaşam aşık olsun. Posam ben posam bahtlı olsun. Altın taktılı, bahtlı olsun. Bargan yerinde taslayı alıp sudaysın. Sol yerinde ölgülü, kirli olsun kudaklasa. Ata anasına yeğenli, yeğenli kadında halalı olsun. Yolları aşık olsun. Kayda yüzüye aman sağ olup, almanları akbatar olsun. Amin. Kozalardın bir gülün, tinilerdin süy dolu, kızga kelin bolu hak bula Allah'ın buyruğu. Atanan da vardakta kanatına sayala, şıl sözbin demindi kabak şıtbay jayalga. Ölgü zürtün maktasın, körgendir kına takpasın, TikTok'a mine kırıp juulmay kırın jatpasın. Жазықтыққа жол берме жігерленіп өргөрле, келін мынау үйіңдай өзіңнен кем. Үйлен қазбек деп қоймады ма, жоқ әлде алдың күні түс көрдің ба? Бойдақ боп бүгінге дейін жүріп кеттің. Аруағы Өмірбек атамызбенен Тәж әжемізге, Тоймахан атамызбенен Ермахан ата, Жүсіпбек аталардың аруағына көпшіліктен құрмет, жалпы аруақтарға жас келінен арнайы мың сәлемнен. Нұрмахан да жақсы адам ба, әдептен ешқашанда аспаған ба? Нұрекең көзі көрмей мекен, дәу тесікті таппай қап таптаған. Шапала құрайықшы Нұрекеңге, мен Нұрмахан атаң деп мақтанам ба? Тіреңіне қарасам жап-жас қой дейім, жүре алмайтын қылып тастаған бар өзі. Шашылған мен Нұрмахан атам мен Роза жеме құтты болсын айтқым келіп тұр. Өйткені сол кісілер тұрғанда Бақытжан аға мен Нұржанат жеңшеме келін қайда, дұрыс па? Нұрмахан ата келді ма, қол көтеріп қойыңыз ата. Той құтты болсын жаным атамдыки. Қуанышыңыз құтты болсын. Роза апам қайда? Қазбек үйленді ғой, білесіздер ме деп айтқан. Иә, қуанған мен қорыққан бірдей деп кейбір апалар не болған білмейді, соңында амандасып той біткен соң не болып жатыр деп сұрайтындар да бар ішінде әжелеріміздің. Сол сияқты апаларыма Құдай қуат берсін. Енді елден бата алып алғашқы ата ене атанып жатқан Бақытжан мен Нұржан атты да қоса кетейік, бір шапалақ болсын өкісілерге де. Енді құрметті көпшілік, шамал сабыр сақтайық. Тыңдалмаған сөз жетім дейді, сөз жетім қылмайық ағайындар. Бұл беташар деген жалпы қазақтың киелі салт дәстүрі ғой. Әшейін тыңдап қоя салатын уағыз насихат емес, өлең емес, ән емес, жалпы салт дәстүр. Көңілім жазау деймін, немересін үйлендіріп мәзау деймін. Апам түгі бесімдік, екеуіма біреуіма көріп кеші, Нұрмаханнан пенсия азау деймін. Ойнабайдың қақы барасың. Ой деген негізі оттан шығар, жақсы адам арамызда топтан шығар. Өз атаң Нұрмаханын Розаны мақтағанда қыдырған, атамда дайындалып отқан. Нұржанға Бауыржандай құдаңыз, сәлем сапыны Жекжатқа, Келінжан әркез ұнаңыз. Мейірхан құдағи тағы бар, Бауыржан құда Дилия, Маржан менен Алпысбай құдаларға мың сәлем. Құдаларға, құдағиға бір сәлем, Жекжаттарға, құдаларға мың сәлем. Келген жерім Түркістанда. Мен үйленгенде сен сияқты жыртиып күле беретін оқыған Қазбек. Мен қатының езуіңді жинады Қазбек. Жалғыз мен қатын десем, сен де қатын сондай болады Қазбек. Әйел езуді жинайды, отаға істеп сыйлайды. Бұл әйелдердің тірлігі еркектің ердіне әдейі тиісіп қинайды. Алыс кетсе сағындырады. Айтқың келген қатын жеңген еркек болмаған Қазбек. Сені де осы қожаныңыз бағындырады. Иә деді ғына ойнаман. Білмесең сыран әпшелерін, жеңшелерін бәрі бағындырған. Бағындырған еруінде әшелерім отыр, жоқ қып жүрген, аталарды күлікші жүрген. Біз еркектерден менесін күлеміз, әйелдің қадырын 40-тан асып елуге жеткенде білеміз. 60-та сол әйелмен абырой жиып жүреміз, 70-ге жеткен соң солардың гамажын киіп жүреміз, қаға бармыз Құда қаласа. Құдай сөгінге жеткізсін. Ынтымақ жарасқан жанұя, келін 10 балаға ана болса, ел сыйлайтын қария бол Қазбек. Дүниедегі байлық не? Дүниедегі байлық Қазбек, үйіміз, көлігіміз, ақшамыз емес. Ең байлықтың үлкені не? Әке шеше. Одан да үлкен байлық не? Ата әже. Сен миллиард сан шүкір, нағашы ата әжең бар, өз ата әжең бар, одан қасы әке шешең бар. Мен сенен бір сұрағым, кім баласың? Атам баласың. Атаң баласың. Одан кейін кім баласың? Әкем. Әкем баласың ғой.
Апаша. Маған шападан ба? Өзің апаңға отыр ғой, әлі айтылған жоқ қой. Бәрінің ғой. Бәрінің. Бұрын мынанда баласы болып кетті, бәрінде болып жүр. Тосын айтса біреудің баласы болса. Енді ата әжең бар ғой, Құдайға шүкір, Нұрбақан атаң мен Роза апаң. Әлде де еркелетіп айнала ма? Иә. Бар да құшақтап сөйді, апа мен 24-ге дейін айналдың, рахмет. Еркелеттің, айналдың, түсіндім апа. Мен енді бұрынғыдай жас бала емеспін, бір шаңырақтың егесі атандым, дәу жігіт болдым. Енді мен айналғанда атам-ай деді ғой деп бар. Апам сүйсең аталап жүре беріп қалған мен артынан. Атамды сүйсе ар жерінде отырғы сүйем аты бе. Жандарым, енді жақында. Мен ортаға Бақытжан ағам шақырайын. Кім ашады? Рымбаева. Рымбаева кеңші апа. 37 қанша жыл болды дедіңіз? 27 жылдан бері осы келініңіз келініңіз Нұржановқа ырзасыз ба? Бетіңізге келді ме? 27 жылдан бері. Қорқып апа мен тұрмын қасына. Шынымды айтшы апа. 27 жылдан бері ырзасыз ба Нұржановқа? Бірден айтамай тұр шығар апа. Құдайға шүкір. Иә. Бетіңізге вообще келген жоқ па? Жоқ. Жақсы адам ба? Аллаға шүкір. Онда саматтап қалып жинап қалмайды. Жаныма бірден айтамай тұрсыз. Енді мен Нұржановтан сұрайыншы. Бір шындықты айтса осы қатын бетке айтады тұра. Жеңше шыныңды айтшы. Енең қандай? Жақсы. Ойлы пылдап өлтіретін қатын екенсің сен де. Ал енді апа, бетін кім ашса сол істік сіздің жасыңызды жолыңыз берсін. Бұл Нұржанат сізді сыйлағанның арқасында осындай күнге жетіп жатыр. Сіздің батаңызды алған, сіздің разылығыңызды алғанның арқасында, дұрыс па? Енді келіп жайлап бетін ашыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бетін ашпаңыз, сосын апа келін терлеп бара жатыр. Ашпай айтамыз, сосын айтамыз. Абайлаңыз, аңқатты бір теппесін, бисмиллахиррахманиррахим деп. Енді Нұржанат жеңше, жағаласып сүйе берсе, қойды жота қошаған жалайды қойы. Маңдайдан сүй, бетінен сүй, ерінге дейсі бе, егесі бар, Мынау оқтау сіздің автоматыңыз 27 жыл ұстадыңыз, ұстайсыз ба, бересіз ба? Берем. Керек боп қалмай ма Бақытжанды қуалауға? Конечно, керек жоқ, жүре беретін боп қалған ғой Бақытжан. Кейін енеңе сәлем сал, автоматыңды алайын. Автомат дегенге азында тұрып, дедектеді қуалап жүрме шырағым Қазбекті, қазаны жоқ қайғы болсын деп жатыр. Апамды бірден айтемді, қайда микрофон сұрап жатыр, апа? Құрметті көпшілік қауым, барлықтарыңызға рахмет. Осындай той жұғысты болсын. Мен келінімеріне өлең айтып берейін. Кенен Әзірбаевтың әні Келінжан. Аяғынан осыды ғой тілегім, баяғыдан Келінжан-ай. Мал мүлкіңе ие бол, арнап жиған, құттықтаймын басыңның құралғанын Келінжан-ай. Қуанышым жігер күшім Келінжан-ай. Асқар белім шалқар көлім Келінжан-ай. Келін келді дегенге қуанғаным, ішім толып орнымнан тұра алмадым Келінжан-ай. Асқар белім шалқар көлім Келінжан-ай. Қуанышым жігер күшім Келінжан-ай. Жаным апам ән айтқан ұнатады, ән арқылы Алладан жақсылығын сұратады. Мына тамада асабада аспанның астында, жердің үстінде Аллахтан бақытын тұтқан елдің екі адамы тұрып, елге адал қызмет ете бер. Құдай Қазбек, мына сен жаңа айтып отыр ғой, ең бақытты адамсың деп. Атаң бар, әкең бар, әжең бар. Атаңды, ата-әжеңді барына бағалай біл. Бағалай білудің өзі бір бақыт. Құдай қаласа, ұпатырын мың жасыңдар. Өсіңдер, өніңдер, көбейіңдер. Құдай қаласа, келесі жылы нәресе жаңағы шілдеқан тойға келе берейік. Сол жақсы тойлардың, жақсы күндердің куәсі бола берейік. Амин.